Кеудесі еңкіш тартқан мажық еркекті болат темірдей тегеурінмен желкесінен шеңелдеп алып, қанын шашып жіберердей сілкілеп жіберді. «Кешірім сұра деймін», деді тепсініп. «Сұрамаймын, өлсем де сұрамаймын». Ерінің сөйлеуге ебі келмей тұрса да, үнемі жасаурап жүретін көзімен шек көре қарады. «Сұрайсың, сұратамын мен саған». Елеуреп тепсініп қалды да, алдындағы жасаулы дастарханды төңкеріп жіберді. Енді ауызғала берген тамақтың айра-жайра шыға төгілді. Нан шашылды, ыдыс-аяқ қирады. Қарсығып қитығып отырған Сәлмен кеудесінде жаны бар демесең, әп-сәтте тірі өлікке айналды. Бет-жүзі дір-дір етіп, аянышты халде тұрса да, қитықшылдығына, шақарлығына салынып, «Сұрамаймын» деді. Ашу мұрнының ұшында тұратын тәйтік бала өкпесі қабына келіп, кеңірдегінен алды. «Кет, жоғалт көзіңді» деді, көз аларып. Қырылдай бастағанында, «Кетсем, тыныш кетпеймін, үйді өртеп, сені өлтіріп кетемін». «Қане, өртеш еркек болсаң, орында айтқан сөзіңді». Өн бойы ішіне жынын жиып, тісін қайрап жүретін баласы екіленіп кетті. Біреу бойына күші сыймай қалшылдаса, екіншісі миына дейін кіріп қақ құсап тұрып қалған жүрегіне қонақтаған әлсіздігінен қалшылдады. Екеуінің арасындағы кикілжің түкке тұрғысыз, боқ жеме сөзден басталған. Сөз түртпек жасалып еді, қоламтасы бақсыған жан дүниелерінің ішіне жиналған өшпенкек аузы мұрнынан шыға төгілді. «Сен маған емес, мен сенің қас-қабағыңа бағынып келдім. Сенің режиміңе, сенің көңіл күйіңе қызмет еттім. Ол сенің қиялыңда жасап алған ойың. Адам құсап шыдамың жетіп, сөздің аяғын күтіп, менің ойымды тыңдап көрдің бе? Әңгіме басталса болды, алдыңда тұрғандарды итере сал. Орнынан апыл-ғұпыл тұрып кететінсің де, сазарып түнеріп жүретінсің. Менің істеген жақсылығымның бәрі сонда құмға сіңген судай болғаны ма? Сен мысық болдың ғой, жұтып алып, көрмедім дейтін». Әкесі тілінің бізін сұқты. Жақсылық деп елдің баласынан қалмасын деп алып берген киімің мен күнделікті қалтама салып беріп жүрген тиын тебенің бе? Тамақтандыру, киіндіру, оқыту тағиыңа тары келіп тұрма? Одан арақсын істеу-істемеу өз ісім. Менің не ойлап қалай жүргеніме зер салып көрдің бе? Бірдеңе айтсам, біз кезінде әкемізден қорқатынбыз. Әкеміз не айтса да бетіне келмейтінбіз деп өтірік айтатынсың. Әкеңде жек көріп өскенсің. Енді келіп өтірік мәймөңкелейсің. Менің жақсы оқығаныма мақтанатынсың. Спорт жарыстарынан озып келсе мақтанатынсың. Сол кездерде менің ішінде не болып жатқанын түйсігіңмен сезініп көрдің бе? Мен сонда сенің менімен көлгірсімей, өтірік айтпай, шынайы сөйлескеніңді қалайтынмын. Сенің жас кезіңде қандай қателік жібергеніңді, неге өкінетініңді, дұрыс жолды қалай тапқаныңды білгім келетін. Есіл еңбегім ай, күні-түні көзілмей, кім үшін істеп жүр екенмін? Мен сонда сенімен қатындарша сөйлесіп отыруға уақытым жоқ. Әкесі кіжініп өз басын өзі жұдырықтап жіберді. Бос уақытым жоқ дейсің, күштеусіз, түртпектеусіз бір іске аяқ басып көрдің бе? Арбаға жегілуге арналған ат секілдісің. Бетіңе келіп бір нәрсені дұрыс істемедің десең болды, бұдан гөрі өліп қалғаным жақсы деп ішіп алып қораға қарай жүретінсің. Кішкентай баладан арысың, құтқарушы өлім ғана деп ойлайсың. Оңай жол осы дейсің. Ондайда шешем мен қарындасымның тағдырына өлім алдында жауап беретінің есіңнен шығып кете ме? Сорайып шығып тұрған өзімшіл мүддеңнің мойны жұлынып қалады бір күні. Сәлменнің аузына құм құйылды. Ашу ызасын сездірудің айла тәсілі қалмаған. Баласы кеңірдегіне сүйек қадап отыр. Бір кездері Сәлмен соғыс жылдары Германия жағына шығып соғысқан құрамаларды мақтап жаныға әңгіме айтқан болатын. Соғыс аяқталған соң Кеңес одағы оларды аяусыз жазалағанын сөз еткен. Қиын кезеңде адамгершілікті жоғалтпағандар, құтқарушылар, Сталин режиміне қарсы шығушылар деп ақтап сөйлеген. Бірі нацистік терроризм болса, бірі большевиктік террорлық мемлекет деген. Шындығына келгенде Сәлменің олардан алты аласы бес бересі жоқ.